Біздің Қазақстан қыста Антарктида, ал көктемде Венеция ғой шіркін. Айырмашылығы қаланың орталарында қайық жүрмейді. Ақтөбеде оқушылар мектепке балшық кешіп барып жүр. Бұл туралы Экспресска жазды. Әлеуметтік желіде тараған видеоны қараңыз. Мектеп оқушылары суға түсіп кетпес үшін темір қоршауға сүйеніп, соның бойымен өтіп жатыр. Бұл қаланың шет емес орталығындағы Тургенев көшесі. Осыдан кейін мұғалімдер балаға сабаққа неге кешіктің деп ұрсалмайтын шығар, иә? Қала әкімшілігі су сору жұмыстары тәулік бойы үзіліссіз жүріп жатыр дейді. Күніне 20-25 көлік жұмылдырылыпты. Көктемдегі су мәселесі жыл сайын қайталана береді. Бір түйір мәселенің шешімі жоқ па сонда? Ал су тасқынына қарсы штаб тек тұрғындардан арыз түскенде ғана жұмыс істейді. Облыстан күніне 200 адам қоңырау шалады. Үй ауласындағы су әкімшіліктің мәселесі емес екен. Оны сору тұрғын үй иелері кооперативінің міндеті. Материалдың толық нұсқасы сайтта. Бұл Экспресска жаңалықтары. Уақыттарыңызды үнемдеңіздер.